Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде. Оқу мақсаты: қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасау. Келесі мақсат: кеңес үкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік-экономикалық проблемаларды талдау. Қайта құру кезеңі кімнің есімімен байланысты деген сұраққа жауап беру үшін саяси бюроның басшыларына тоқталайық. 1982 жылы қараша айында Брежнев қайтыс болғаннан кейін оның орнына Андропов келді. Андропов 1984 жылы ақпан айында қайтыс болады. Оның орнына Черненко келеді. Черненко да саяси бюроның басшылығында бір жылдан аса уақыт қана отырады. 1985 жылы 10 наурызда Горбачев келді. Михаил Сергеевич Горбачев 1985-1991 жылдар аралығында 7 жыл бойы билік етті. Оның билік еткен кезін тарихта қайта құру деп атаймыз. 1985 жылы сәуірде орталық комитеттің пленумында қайта құру кезеңі жарияланған болатын. Қайта құрудың ең бастапқы мақсаты ол экономикалық, әлеуметтік саланы жеделдетілген түрде жүргізу болды. Жеделдетудің басты мақсаттарын шешу үшін төмендегідей жұмыстарды атқару қажет еді. Біріншіден, ғылыми-техникалық жаңалықтарды пайдалану. Экономиканы басқаруды өзгерту. Кәсіпорындардың құқығын кеңейту. Шаруашылық есепке көшу. Еңбек тәртібін күшейту. Жаңа кәсіпорындарды салу, сондай-ақ модернизация жүргізу. Осы тұста қатарласа жүрген жариялық саясаты. Бұл кезде цензура жойылды. Әртүрлі аймақтарда, әртүрлі бағыттарда газет-журналдар, кітаптар шығарыла бастады. Және әртүрлі ұйымдар пайда болды. Ол ұйымдар Горбачевтың жеделдету, жариялық және қайта құру сынды ұрандарын жақтады. Жалпы, жариялылық сол кездегі қоғамның жаңашалануына үлкен үлес қосты. Әртүрлі көзқарастар бар екендігі байқалды. Горбачевтың билік басына келуімен Қазақстанның саяси өмірі қатаң партиялық бақылауда болды. 1980 жылдары жалпы республикада ұрлық-қарлық, арыздардың көбеюі және тәртіп деңгейінің төмендеуі байқалды. 1986 жылы ақпан айында өткен Қазақстан Коммунистік партиясының 16 съезінде Дінмұхамед Қонаев республикалық партия ұйымының бірінші хатшысы лауазымына қайтадан сайланды. Бұл Горбачевқа ұнай қойған жоқ. Себебі Горбачевтың көзқарасы бойынша бүкіл аймақтық партиялар жоғарғы партияға, яғни Мәскеуге бағынышты болу керек деп есептеді. Сол үшін де 1985-1986 жылдар аралығында орталық Азиядағы 5 мемлекеттің орталық комитеттерінің бірінші хатшыларын ауыстырды. Оның бір дәлелі Дінмұхамед Қонаевтың орнына Колбинді әкеліп қоюы. Қайта құру жылдары 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең 1985 жылдың сәуірінен 1987 жылдың жазына дейін. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету тұжырымдамасын жүзеге асыруға тырысу кезеңі. Екінші кезең 1987 жылдың жазынан 1989 жылдың мамырына дейін. Сипатты белгісі мемлекеттік кәсіпорындар мен кооперациялар туралы жартыкеш әрі солқылдақ заңдардың қабылдануы. Үшінші кезең 1989 жылдың мамырынан 1991 жылдың тамызына дейін. Социалистік нарықтық экономиканы құруға ұмтылу кезеңі. Сонымен қорытындылай келе, қайта құру кезеңі бастапқы кезде барлығын жеңіл шешетіндей, барлығын жақсартатындай көңіл күй сыйлады. Бірақ үміт ақталған жоқ. Себебі қайта құрудың мақсат міндеттері айқын емес еді. Ол терең зерттелген, ойластырылған жүйе болмады. Нәтижесінде сол кезде халықтың арасында
әлеуметтік жағдайының төмендеуі байқалды, тауарлардың тапшылығы байқалды, экономикалық дағдарыс болды. Бұрынғы басшылардың жағымсыз тұсын әшкерелеуге тырысты. Жаңа басшылар өздерін жақсы жағынан көрсетуге тырысты. Ал бірақ сол кездегі қиыншылықтардың барлығына бұрынғы және жаңа басшылар жауапты еді. Оқушылар, енді сендерге бекіту сұрақтары беріледі. Бірінші, қайта құру саясатын бастау неліктен қажет болды? Екінші сұрақ, қайта құру жылдарында Қазақстанда қандай өзгерістер болды? Үшінші сұрақ, КСРО-ның ыдырауы заңдылық па, әлде кездейсоқтық па? Сабақты бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Горбачев КСРО-ның соңғы басшысы деген тақырыпта хабарлама дайындайсыңдар. Екінші тапсырма. Қайта құру саясатын свод кестесі арқылы талдайсыңдар. Тапсырма, яғни қайта құру саясатының жағымды жақтарын, жағымсыз жақтарын, мүмкіндіктері мен қателіктерін талдап жазасыңдар. Даталар мен жұмыс. 1985 жылы сәуір айы орталық комитеттің пленумы өтті. Онда жаңа саяси бағыт жарияланды. Келесі дата 1986 жыл ақпан айы. Қазақстан Коммунистік партиясының 16-шы съезі өтіп, онда Қонаев республикалық партия ұйымының бірінші хатшысы лауазымына қайта сайланады. 1985-1991 жылдар аралығы қайта құру кезеңі деп аталынады. Келесі терминдер мен жұмыс. Қайта құру. Кеңес қоғамын жоғарыдан саяси экономикалық реформалауға ұмтылыс. Бұл қайта құру кезеңі Горбачевтың атымен тікелей байланысты. Плюрализм. Латын тілінен көп, көбейтілген деген мағынаны білдіреді. Пікір алуандылығы, көптеген әдістердің, көзқарастардың, партиялардың, бағыттардың болуы заңды деп танушылық. Митинг. Бір мәселе бойынша жиналып талқылау. Оқушылар, алдарында көрсетілген мәтінді пайдаланасыңдар және сонымен қатар қосымша ресурстарға сілтеме бар. Яғни осы әдебиеттерден сендер қосымша әрі толық мәлімет ала аласыңдар. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.